Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Біздер Түркістан облысында жүрміз. Черняев елді мекенінде. Қазіргі таңда жібек жолы өткізу пункті Өзбекстан Республикасына өту барысында не деген кезек. Бұл хабарламаны ішкі істер министрі Марат Мұратұлына жолдаймыз. Мына жерде қаншама очередь. Қараңыздар, 6 сағат болып тұрғанымызға. 6 сағаттан бері тұрмыз. Не деген бассыздық, не деген арсыздық. Мына жердегі айтайын дегенім, тұрғылықты халық осы жерде кезек алады. Шекарадан өтпесе де кезек алып, сол жерде өзінше билік жасау мақсатында осы жерден кезек алып, орындарын ақшаға сатады. 12 мың теңге, 15 мың теңге, 10 мың теңге деп тұр. Бекерге біздің кезектеріміз алып отыр. Мейлі біз тойға барсақ та, басқа нәрсеге барсақ та, кешіксек те, басқалардың мүлік өткізеді, немесе жаңағы заттар өткізеді. Олардың кешігіп баруы үлкен залал жеткізуде емес пе? Сондықтан да ескерту ретінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 2014 шілдеде қабылданған 389 бабы бойынша өзінше билік ету бабы бойынша шара қолдануыңызды сұранамыз. Мына жерде тәртіпке келтіру керек деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. 2023 жылы 5 қаңтар Астана уақытымен 16:00.